Сәлем достар, видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен Орео печеньясын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмсақ сары майымызды саламыз. Оның үстіне қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне азғантай тұз қосамыз және жақсылап миксермен араластырамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын қосамыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Електен өткізілген ұн мен какаоны қосып, жақсылап араластырып илейміз. Және қопсытқыш та салып бірге илейсіздер. Менде қопсытқыш болмағаннан кейін салған жоқпын. Қопсытқыш салсаңыздар көтеріліп әдемі болып піседі. 30 минуттай тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді печеньяны дайындаймыз. Духовкаға 180 градусқа 5 минутта пісіріп аламыз. Енді ортасына жаққанға кремін дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майды қосамыз және оның үстіне қант ұнтағын саламыз және оның үстіне ванилин қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Міне печеньяның ортасына жағатын креміміз дайын болды. Печеньямыз пісті, енді суытып қоямыз. Кондитерлік салафанға кремді салып, печеньяның ортасына жағамыз. Кондитерлік салафан болмаса, жай салафанды қолдансаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей осылай печеньяның арасына кремді жағып шығасыздар. Міне біздің Орео печеньяларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез жасалады. Дәмі өте керемет болып шығады. Тура магазиндегі печеньядан кем емес.